Сіз неге орысша сұрап тұрсыз? Мінекей бізде тіс емханасы балалардың, иә, барлық жерде тек қана Ресей Федерациясының тілінде жазылып тұр. Мінекей жаңағы нышек вы кому деп сұрап тұр, дәрігер ғой деймін. Мінекей қараңыздар, бір жерде облыстық тіс емханада балалардың қазақ тілінде бір жазба жоқ. Қараңыздар, Сқақов бастаған өңірде бізде осындай болып жатыр. Қазір мен директордың фамилиясын айтам. Кім екен? Мінекей қараңыздар. Міне ремонт өткен. Немене? 100% болады. Тұтынушыларды қорғау заңы, мен тұтынушымын. Мен сізге тағы да айтып отырмын. Тұтынушыларды қорғау заңы 2010 жылғы 24 бап. Так, қызым, маған директордың фамилиясын айтыңызшы. Алигожин. Қалай? Рунар Маратович. Алигожин Рунар Маратович директордың фамилиясы. Енді ремонт өткен дейді осы жылы, бірнеше ай бұрын. Бізде ремонттар, мына бір бюджеттік стоматология, міндетті түрде мемлекеттік сатып алулар туралы өтеді. Яғни мемлекеттік сатып алуларда мына қала әкімі Байханов, Сқақов облыс әкімі, сол жаңағы Рунар деген жігіт, директор. Олар толығымен тілді, ұлттың тілін, мемлекеттің тілін ақшаға сатып берген откат арқылы. Мен тек қана солай ойлаймын. Енді қараңыздар, енді біз бүкіл дүниежүзіне өзімізді ұлт ретінде көрмейтін, өзіміздің тіліміз жоқ. Қазақстан Республикасында мемлекеттік тілге түкірген осындай коллаборант, маргинал басшылардың арқасында не болып жатырмыз? Бәртарыңыз тағы да ойлайтын шығарсыздар, мен ескертпей түсіріп жатырмын деп. Мен сағат 11-де болғам, айтқам бір сағатта алып тастаңыздар мынаны. Қаншама уақыт заңсыз тұрды, тек қана Ресей Федерациясының мемлекеттік тілінде. Соншама уақыт болсын қазақ тілінде, содан кейін екі тілде жазасыздар деп. Мінекей, мен келдім сол айтқаннан бері, неше сағаттан кейін, бір 4-5 сағаттан кейін келдім. 4 сағаттан кейін нақтылы. Мұрттарын балта да шапқан жоқ олардың. Мінекей қайда сатқындық, мінекей қайда маргиналдық, мінекей қайда коллаборанттық. Бұлар қазір миллиондай Ресей Федерациясынан ағылып жатыр. Бірнеше дереккөздерге сүйеніп соны айтып отырмын. Енді қазір одан сайын жаппай ағылуда. Біздің өзіміздің орыс тілдер әбден үйренген. Бізде тілді басқалары да енді қалай? Басқасы да сын көтермейтін. Енді қазақтар өз-өзін осылай екінші сорт санап, өзінің тілінде сөйлемей, мінекей, өзінің мемлекетінде тек қана Ресей Федерациясының тілінде жазылып, соған әбден үйренген. Енді мына келіп жатқан қазір еселеп келеді, соғыс олар жариялады, көрші Украина елінде мобилизация жариялады, енді одан сайын келмек. Енді қараңыздар, мынандай саясат болып жатыр. Біздің есігіміз айқара ашық. Біз Ресей губерниясына дайынбыз, Ресей губерниясына болға дайынбыз. Сендердің Путин виде войска деулерің мүмкін, біз оған қарсы емеспіз. Сосын мінекей ЛНР, ДНР жасасаңдар да біз дайынбыз. Біз енді құлақ кесті құлдарыңызбыз. Біз тілімізді де, ұлтымызды да мемлекеттің тілінде ақшаға сатқанбыз деп отырған сигнал. Менің ойым тек қана сол, басқа менің ойым жоқ. Мінекей қараңыздар, біздің Керекуде упаковочная, мінекей қараңыздар. Бір жерде, терапевтический кабинет номер 1, терапевтический кабинет номер 4, хирургический кабинет 3, әйтір солай кетіп бара жатыр, солай жалғасып бара жатыр. Мінекей осындай масқаралық. Мінекей барлығына дайындық. Бізде мына коллаборант, маргинал билік сатқын деп есептеймін. Тоқаев мырза, сіз еліңізді сатып,
ана жоғары билікте бір Ресейдің қолбасшысы бір үлкен мемлекеттік лауазымға сіз үмітті емес болсаңыз, дереу Павлодардағы өңір басшысы Ысқақов, қала басшысы Байханов, сосын мына денсаулық сақтау басқармасы жаңағы директормен қоса бәртарын алып тастаңыздар. Бәртарын алып тастаңыз жұмыстан. Мынау сатқындық. Мынау қазақты ұлт ретінде жерлеу, басыну, ақшаға бәрін сату ойымша сол. Мен мысалы үшін мердігер болсам, ремонт жасайтын. Мен де айтушы едім, откат алған жағдайда. Ойлап тұрмын, күмәнім жоқ. Күмәнім аз олардың откат алмағанына. Мен де айтушы едім, я вам заплатил, пожалуйста, никаких казахских языков. Вот я вам на русском языке, как положено, все написал. Вот, мінекей, ойым сол. Жақсы, сау болыңыздар. Мінекей осындай масқара болып жатырмыз біз. Кереку қаласы. Қайталамай қояйын.